Сәлем достар, бұл Қазақ домбыра мектебінің 7-ші И сынып оқушылары. Бұл сынып мектептегі ең бұзық сыныптардың бірі. Бұл сыныпқа сынып жетекшілер бір аптадан артық шыдамайды. Бүгін тағы да бұлар жаңа сынып жетекшісін күтіп отыр. Бұзықтығы киімдерінен ақ көрініп тұрған шығар. Мүлдем мектеп формасын киюді білмейтін топтың бірі. Ал ендеше таныс болыңыздар. Бұл сыныптағы ең бұзық қыз Айару және Мөлдір. Бұзықтықты жасайтын Айару соңында ұрысты естіп қалатын Мөлдір. Айару ешқандай оқушыға тыныштық бермейді. Бұл Айша мен Жанбота, сыныптың ең үздік оқушылары. Бос уақыттары бола қалса, еш нәрсеге қарамай кітап оқиды. Сыныптың ғана емес, мектебіміздің мақтаныштары. Бұл Ержан мен Сымбат. Ержан сыныптың күйші жігіті, домбыраның құлағында ойнайды, ал Сымбат болса осы сыныптың тазалық секторы. Барлығының тазалығына Сымбат жауап береді. Бұл Айсұлу мен Еркеназ. Айсұлу осы сыныптың мисі, ал Еркеназ болса осы сыныптың старостасы. Барлығын қадағалап қарап жүреді. Бұл Нұрислам мен Думан. Отырысынан ақ байқалып тұрған шығар. Бұл жігіттер осы сыныптың краштары десек те болады. Бұл Махмұт пен Көркем. Махмұт сыныптағы ең бұзық балдардың бірі. Бір орында отыра алмайды. Көріп тұрғандарыңыздай бір секундта тыныш отырғысы келмейді. Ал Көркем болса, бос уақыты бола қалса ұйықтап отырады. Аптаның басы дүйсенбі болғандықтан Сымбат өзінің жұмысын атқарып, балалар мен сыныптың тазалығын қарап жүр. Үзіліс кезінде бір қызықтың болары анық. Сыныптың бұзықтары бір нәрсені бүлдірмесе болғаны. Ары қарай бірге көрейік. Сымбат, не қылды, хат тауып тұрманы? Бағана не бағын көрген жоқсың ба? Мен просто басқалар күлгеннен күліп қалдым, кешірші. Барсай жаңағы достарыңа күлген.